Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мини пицца дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүтке ашытқы, тұз, қант, сары майды салып, жақсылап біріктіріп араластырып алуымыз қажет болады. Одан соң жақсылап тұрып елеп алған ұнымызды үстіне саламыз, бөліктерге бөліп саламыз. Алдымен силиконды қасықпен көмегімен және қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр осындай болып шығады. Қазір видеода көрсетілгендей етіп кішкене ұрғылап аламыз. Одан соң жарты сағатқа қоямыз. Мен шұжық пен сырды осылай кесіп алдым, ірімшікті. Одан соң соусын дайындадым және жұмыртқаға кішкене сүт құйып жіберіп, оны жақсылап араластырып, қамырдың бетіне жағуға алып қоямыз. Одан соң қамырымызды алып, осылай екі бөлікке бөліп, оны созып жіберіп, және кішігірім осындай мини пиццаны көлеміне келтіріп, пішінге келтіріп аламыз. Және листтің үстін мен осылай маймен жағып алдым. Одан соң осылай пішіндерін қолмен жаямыз. Және үстіне жаңағы жұмыртқаны саламыз. Одан соң үстіне соусқа мен кетчуп пен майонезді қолдандым. Екеуін бір қасықтан араластырып жібереміз. Одан соң шұжықты үстіне салып, одан соң ең бетіне ірімшікті салып жібереміз. 180 градуста 20-25 минутта дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.